Патофизде жасуша патофизиологиясы деген тақырыптан мына 5 түрлі жасушаның бұзылысына алып келетін факторды әрбір медик студент білуі керек. Кез келген ауру ол жасушаның бұзылысынан жүреді. Қараңыздар, жасуша бұзылысына алып келетін ең бірінші фактор бұл жасуша ішінде энергияның жетіспеушілігі. Екінші фактор жасуша ішінде кальций ионының алмасуының бұзылысы. Үшінші фактор бос радикалдардың көбейіп жасушаның бұзылысына алып келуі. Төртінші фактор натрий ионының алмасуының бұзылысынан жасуша ішілік осмостық қысымының артуы. Төртінші фактор иммундық жүйенің жасушаға атакасының әсері. Ең соңғы фактор бұл реперфузиялық бұзылыс. Мына соңғы реперфузиялық бұзылысты тереңірек білгің келсе, біздің жасуша патофизиологиясы деген қазмет YouTube арнамызда керемет тегін сабақ бар. Осыны көріп шықта негізгі патологиялардың барлығының механизмін түсініп ал. 15 февраль мен патофизиология фармакология курсын кері жауаппен, тапсырмалармен, керемет методикамен бастайтын боламын. Курс туралы толық ақпарат алып тіркелу үшін біздің биодағы WhatsApp нөмірге өт. Өзіңнің біліміңді сапалы түрде менімен бірге шыңдауға керемет мүмкіндік пайдаланып үлгер.